Дәрігерлер қолдарын бір сілтейтін синдроммен ауру түрлері бар. Ол аурулардың нақты емі 21 ғасыр болса да табылмай келеді. Ендеше дәрігерлер емдей алмайтын 12 ауру түрін айтамыз. Бұл генетикалық ауру. Фибродисплазиямен ауыратын адамның бұлшық еттері мен сүйек тіндері өсіп отырады. Бұл адамды жылдам өлімге апаратын дерттердің бірі. Әзірге бұл аурудың емі табылған жоқ. Дегенмен ғалымдар бұл ауруды туғызатын қай ген екенін анықтады. Қазіргі уақытта соған қарсы дәрі зерттеуден өтуде. Бұл аурудан коллаген синтезі бұзылады, яғни қан тамырлары үзіліп, буындар шамадан тыс икемденіп, және тіндер өзгеріске ұшырайды. Бұл дертпен ауыратын адамның денесі кез келген нәрседен зақымдалып, оңай майыса береді. Егер ауру қан тамырларына әсер етпесе, ол адамның өмір сүру ұзақтығына айтарлықтай әсер етпейді. Бұл аурудың қазіргі уақытта емі жоқ. Дегенмен дұрыс күтініп, физиотерапиядан өтсе, Эйлерса-Данлоса синдромын жеңілдетуге болады. Бұл ауру энцефалит экономо атауымен танымал, немесе ұйқы ауруы. Соңғы кездері бұл синдромның жұқпалы екені айтылады, бірақ нақты дәлелденбеді. Бұл аурумен ауыратын адамның температурасы көтеріледі, тамағы, басы ауырады, әлсіздік басып кез келген жерде ұйқы басады. Оның емі әлі табылмады. Бұл дерт өзі жазылып кетуі мүмкін. Тұқым қуалауы және 10 жылдар бойы созылуы да мүмкін. Суық аллергия. Бұл тұқым қуалап, немесе жүре пайда болатын кесел. Бұл аурумен ауырған адамның денесі салқындап, бөртіп кетеді. Ол гистаминнің қалыпты шығарылмауына байланысты қалыптасады, бірақ нақты себебі анықталған жоқ. Емі негізінен антигистаминді дәрілер қабылдамау және үйден шықпас бұрын бет пен терінің терісін суықтан қорғайтын құралдарды қолдану. Ал бұл генетикалық ауруды вампир синдромы деп атайды. Бұл дертке шалдыққан адамның күн көзіне шығуы қиын. Шықса ультракүлгін сәулелеріне ұшырап, онкология туғызу қаупі төнеді. Сонымен қатар көздерде зардап шегеді. Ксеродерм синдромына шалдыққан адам күн көзіне шықса, оған күннен қорғанатын құралдар қолдану керек болады. Суреттегі бала сабаққа бару үшін әр 2 сағат сайын күннен қорғайтын крем жағып, арнайы киім киіп жүреді. Бұл синдромның пайда болу себебі әлі анықталмады. Дегенмен бастан қатты жарақат алғанда, бас миында ісік пайда болғанда және жүрек талмасы болғанда пайда болуы мүмкін деген болжам бар. Бұл дертке шалдыққан адам өз тілінде сөйлей береді, бірақ оны тыңдап отырған адам басқа тілдің екпінімен сөйлеген сияқты болады. Мына ауру адам денсаулығына айтарлықтай қауіп төндірмейді. Дегенмен адам психологиялық күйзеліске ұшырауы мүмкін. Гипертрихоз – адам денесінің түктеніп кету синдромы. Онда түк шықпауы керек жерлерге өсіп кетеді. Мысалы, адам бетін, алақанына, тағы басқа. Бұл дертпен көбіне ер адамдар ауырады, дегенмен ауыратын әйелдерде кездеседі. Синдром туғаннан бері пайда болса, оны емдеу мүмкін емес. Десе де түктерден бірнеше уақыт құтылуға болады. Суреттегі мексикалық актер Хесус Асевес өзін сол қалпында қабылдаған, өзгеру туралы ойламағанда. Бұл ауру адам ағзасының күміс, немесе оның қоспаларына тұнып кеткеннен пайда болады. Нәтижесінде адам денесі күміс түске айналады. Аргироз синдром күміс өндірісінде жұмыс істейтін қызметкерлерде көп кездескен. Осы дертке шалдыққандардың бірі америкалық мультфильм кейіпкері Пол Карсон. Ол дерматитті емдеу үшін ұзақ уақыт коллоидтық күміс қолданған. Шу бар, ол күшейе түседі, сосын жарылыс болғандай дыбыс естіледі, бетіме шам жағып тұрғандай жарық пайда болады, деп түсіндіреді бас жарылысы синдромына шалдыққандар. Бұл ұйқысыздық пен стресстен пайда болатын ауру. Ғалымдардың айтуынша, мидағы нейрондардың дұрыс емес қызметінен туындауы мүмкін. Ол да тоқ соққандай әсер береді. Бұл балық иісі синдромы, яғни адамнан жағымсыз иіс шығып жүру. Оны кейде адамның өзі сезбеуі мүмкін. Дегенмен бұл ауру психологиялық мәселе тудырады. Қазіргі уақытта синдромды емдеудің нақты жолы жоқ. Кей зерттеулер бойынша балық иісінен арылуға арнайы диета мен белсенді көмір көмектеседі. Мен шіркеуден шыққанда жүрегім қатты соғып жерге құлап кететіндей болдым, деп түсіндірді француздық жазушы Стендаль. Ол бұл күйге тек өнер объектілерінің алдында табиғат, жануар мен адамның сұлулығын көргенде түсетін болған. Бір қызығы, бұл синдроммен Азиядан келген туристер ауырмайды. Ол мәдениеттердің айырмашылығына байланысты болуы мүмкін. Бұл дертке шалдыққан адам миының бір бөлігі сезбейді. Ол науқастарда қорқу сезімі жойылады. Тіпті олар жыланнан, улы өрмекшіден, қорқынышты фильмдер және қарулы қарақшылар болса да қорықпайды.